Бұл ертасқа беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер, ардақты ағайын. Жалпы халқымызда ер есімі ел есінде деген тағылымды сөз бар. Бүгінгі шара сол даналық сөздің айқын көрінісі. Себебі ел үшін еңбек еткен, жер үшін жанын қиған ер жүрек батыр жерлесіміз Матқалық Дәуренбаевтың есімі ұлықталып, өзінің туған жерінен көше атауы беріліп жатыр. Бұл бейбітшіліктің қорғаны бола білген майдангерге деген кейінгі буынның құрмет көрінісі. Ашылып жатқан көшеміз барша ауылдастарға біріншіден ағайын құтты болсын. Дәуренбаев Матқалық бейбіт өмірде шәкірт тәрбиелеп, білім мен парасаттың дәнін сепкен ұстаз болды. Ел басына күн туған шақта қолына қару алып, отан қорғауға аттанған жауынгер. Ұлы отан соғысы басталған сәтте Брест қамалы қорғаушылардың алдыңғы қатарында болып, жеңіс үшін күресті. Оның өмір жолы тұтастай бір дәуірдің шежіресі. Қарапайым жауынгерден аға сержант дәрежесіне дейін көтеріліп, әскери бөлімде тәртіп пен рухты нығайтуға ат салысты. Бұл оның тек батыр ғана емес, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, елге жанашыр азамат болғанының нақты дәлелі. Өкінішке қарай ұзақ уақыт бойы оның тағдыры беймәлім болып келді. Хабар-ошарсыз кеткен деген суық хабар оның жақындарына ғана емес, тұтас елге ауыр тигені анық. Алайда тәуелсіздік жылдары архив деректері қайта зерделеніп, оның Брест қамалы қорғау кезінде ерлікпен қаза тапқаны дәлелденді. Бұл әділдіктің орнауы, тарихтың, ақиқаттың қайта жаңғыруы. Жауынгерге еңбек шарал ауылында көше атауын беру, өткенге тағзым, ерлікке құрмет, ұрпаққа үлгі істеп білеміз. Әрбір осы көшеден өткен жас буын осы есімді көріп, елге қызмет етудің, отанды сүюдің, адалдық пен батырлықтың не екен ұғынады деп білеміз. Жамбыл ауданы ежелден батырлар мен ақындардың, елге тірек болған тұлғалардың мекені. Осындай қасиетті топырақта дүниеге келген азаматтардың есімін ұлықтау біздің қасиетті борышымыз. Құрметті ағайын, Матқалық Дәуренбаевтың есімі берілген бұл көше тек географиялық атау емес, ол елдік пен ерліктің, адалдық пен отан сүйгіштіктің символына айналсын. Оның өмірі мен ерлігі жас ұрпаққа жігер беріп, жүректеріне мақтаныш ұялатсын. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, елімізге тыныштық пен тұрақтылық тілеймін ағайын. Мереке бүгінгі шара құтты болсын ағайын. Бір ауыз сөз, жалпы әрине жаңа Қуат Сұлтанұлы өзінің баяндамасында айтты. Сол сияқты осы Жамбыл ауданында да сонау майдан шайқасқа 6000-ға жуық азамат аттаныпты. Оның жартысынан көбі сол майдан даласында қалды. Сонда қазір қарап отырсақ, осы майданға қатысып қалғаны бар, қайтып келгені бар. Соларды ұлықтау бағытында біраз іс-шаралар бекітілген, жұмыс жүргізіліп жатыр. Соның бүгін нақты дәлелі деп білеміз. Бірақ енді бүгінде Алматы облысында бар жоғы тек қана 4 жауынгер тірі. Соның біреуі бізде Жамбыл ауданымызда Ковалев Федор Миллионович. Ертең күнде ол кісіні бәріміз ел боп, жұрт боп құттықтайтын боламыз. Жалпы ең бастысы айтайын деген дүнием, мына жетіп атқан жетістігіміздің, қуанышымыздың, жақсылығымыздың барлығы осы батыр бабаларымыздың арқасы деп білеміз. Елімізде тек қана ең бастысы тыныштық заман болсын деп тілеймін. Рахмет бәріңізге.